Бүгін приемға 22 жастағы бір жас жігіт келді. Келудегі мақсаты біздің клиникаға келмес бұрын бір урологқа барған, тексеру барысында созылмалы простатит қойған және айтқан, біз емдейміз, тікшек арқылы саған 15 сеанс массаж простаты жасау керек деп. Соған өзі күмәнданып, кішкене қорқақтап, басқа клиникалар іздейді, сөйтіп бізге келеді. Расымен де тексеру барысында ол жігітте созылмалы простатит деген диагноз қойылады. Өкінішті жағдай, жас жігіт үйленбеген, уже қуғасты безін суықтатып алған. Бірақ осы созылмалы простатит бар екен деп бәріне тікшек арқылы массаж жасауға болмайды. Жалпы еске салып өтейін, құрметті достар, қуғасты безі бұл паренхиматозды орган. Ол бір бауыр сияқты. Оған қайта-қайта тисе беретін болса, ол қайта тыртықтанады, фиброзданады. Ол керісінше өсіруі мүмкін және созылмалы түріне апаруы әбден мүмкін. Сол үшін онда урологтар қарап, тем более жас жігіт болсаңыз, массаж жасаймыз десе, ондайлардан қашу керек.